Соңғы жылдары әлеуметтік желілерде мынау коуч, тренингтер деген әлеуметтік желіні жаулап алып жатыр. Осы бойынша мынау псевдокоуч ұғымын қалай түсіндіресіз? Ол біліммен, психологиямен, мәдениетпен қаншалықты үйлесімді? Жалпы псевдокоуч деген өзінің есімі айтып тұрғандай, псевдо дегеніміз бұл жалған деген мағынаны білдіреді. Псевдокоуч мамандары бұл жалпы кәсіби, діни, психологиялық ешқандай даярлығы жоқ, бірақ өздерін осы істің, осы курстың немесе маманымын деп өздерін таныстыратын, осы мәселеге қатысты өз ісінің шеберімін деп таныстыратын осындай кісілерді айтамыз. Жалпы бұлар өздерінің осындай психологияны, жай сенімді адамның эмоциясын саудаға айналдырушылар деп айтуға да келеді. Өйткені жалпы бұл псевдокоучтардың негізгі мақсаты не? Олар осы өзіне келген әйелдер болсын, еркектер болсын, оларды бір тәрбиелеп, бір биікке көтеру мақсаты деп айтады ғой. Бірақ шын мәнінде қандай да бір мәселеде, мысалы қазақы ұғымның өзінде тәрбиелеу процесінде бұл үлкен осындай үлкен өнеге, үлкен ақылды, сонымен бірге осындай иманды қажет етеді, және де бұл тек осындай бір курстың, бір осындай айдың ішінде ғана орындап кету бұл мүмкін емес. Тіпті мына психологтарды алатын болсақ та, олар бір айда сізді емдеп шығарамыз, ішкі дертіңіз осымен жазылып кетеді демейді. Олар осы кісімен жұмыс жасау барысында белгілі бір уақыт, немесе сол уақытты ары қарай созады. Қандай да бір салада түбіне дейін зерттеген, өзін білім алған азаматтар ешкімге де мен сізге міндетті түрде осы курсты аяқтаған соң мықты болып кетесіз, проблемаларыңыз шешіліп кетеді деген сияқты гарантия бермейді.